Қайырлы күн, көрермендер. Біз бүгін Айла атты фильмді айтатын боламыз. Бұл Айла атты фильм оңтүстік Корея мен Турция елінің бірігіп түсірген киносы болып табылады. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін 5 жылдан кейінгі болған оқиға осы фильмде түсірілген. Бұл фильмді мен қанша рет көрсем де жүрегіме қатты алып жылаймын. Өйткені дәл қазіргі кезде, дәл қазіргі заманда туған баласының өзін тастап, жетімдер үйіне немесе тастап кететін ата-аналар өте көп. Тіпті балаларды, ал бұл кинода өзінің туған баласы болмаса да сондай бір туған баласынан артық қараған жас жігіт туралы. Бұл шын өмірде болған. Енді баяндайын. Бұл кино Айла атты кәріс қызы туралы. Жаңа айттым ғой, екінші дүниежүзілік соғыс біткеннен кейін, 5 жылдан кейін осы кәріс оңтүстік Кореяда шағын ауылда осы көптеген отбасылар өмір сүріп жатады. Дәл осы сәтте аяқ астынан соғыс басталып, адамдар әр жерге тығылып соғысып кетеді. Дәл осы сәтте Айланың мамасы мен папасы Айланы бір жерге жасырып, бұл өздері қайтыс болып кетеді. Дәл осы сәтте Түркия елінде осы Сүлейман және тағы басқа жас балдарды, бұл негізі бұлар инженер мамандықты оқыған, бірақ осы балаларды осы оңтүстік Кореяға солдат ретінде жіберіп жатыр. Осы сәтте жаңағы Сүлейман деген жігіт және тағы достары осы жерге әскери қызметке келеді. Дәл осы кезде осы Сүлейман деген Түркия елінің азаматы осы Айланы тауып алып, жібергісі келмей өте жақсы қарайды. Осыны 1,5-2 жылдай қарайды. Тіпті өзінің әкесінен де. Осы Айла әскери бөлімшеде өмір сүреді, солардың күнделікті бақылауында болады. Жаттығу жасаса бірге жасайды, тамақ ішсе бірге ішеді, және Айла ең бірінші жуынатын бөлмеге барады. Сонда бақытты өмір сүреді. Тіпті командир бастықтарына дейін Айланы қатты жақсы көреді. Тұп-тура 1 жылдан кейін, осы уақытқа дейін Айла мүлдем сөйлемеген. Негізі ол ата-анасының қасында сөйлеп сөйтіп жүрген, бірақ қорыққандықтан сөйлей алмай қалған. Кейін осы Сүлейманмен дос болып, әкесі ретінде сөйлесіп, отбасы болып жүрген кезде, осы соғыс арасында жүрген кезде, әскерилердің арасында жүргенде сөйлемейді. Бірақ барлығын түсініп, тіпті кәріс тілін үйрене бастайды. Кәріс тілін, тіпті басқа да түрік елдерін осы Сүлейман кітаптан барлығынан үйрете бастайды. Кейін 1 жылдан кейін осы әскерилердің қызметтері бітіп, Сүлейман өзінің еліне, Түркия еліне кетпекші болады. Түркия елінде негізі осы Сүлейманның қызы болатын, өзінің бойжеткен қызы үйленбекші болып жүрген, хат жазып сөйтіп жүреді. Ол қызы да Айланы білетін болады. Сол Айладан да сол қыз Сүлейманнан қызғана бастайды. Менен гөрі осы Айланы қатты жақсы көреді, менен гөрі соған көбірек көңіл бөледі деп. Кейін 1 жылдан кейін осы Сүлеймандар өздерінің елдеріне, Түркия еліне кетпекші болады. Бірақ осы Айланы қатты қимай бастықтарына жолығып, осы Айланы алып кетпекші болады. Бірақ ол жақта да Корея елінде соғыс болып жатқандықтан бұл қызды ол жаққа жібермейді. Тіпті шағын басқа аудандарда мектеп болады. Сол мектептің мұғалімдерін шақырып, осы мектепте оқиды деп Сүлейманға барлығын түсіндіреді. Бірақ оған келіспей, бүкіл киім-кешектерін барлығын тастап, осы үлкен чемоданына осы Айланы салып әкетпекші болады. Сол кезде басқа әскери қызметкерлер достары байқамай, Айла қайда деп, қоштаспай ма сенімен деп айтып қалады. Сол кезде адамдардың барлығы Айланы іздей бастайды. Ешқайда жоқ болады. Сол кезде үлкен командирлер сезіп, Сүлейман, чемоданыңды аш деп айтады. Біраз уақыт ашпай, ішін ашып қараса, осы Айла қызымыз отыр екен. Сол жердегі әскерлердің барлығы қатты жылап, енді өзімде баяндап жатқанда өзімде жылап жатырмын ғой. Сөйтіп қызды тастап кетеді. Содан кейін өзінің Түркия еліне барады. Сүлейман барған кезде өзінің қызы, үйленейін деп жүрген қызы басқа жігітке үйленіп кетеді. Сөйтіп ата-анасына басқа қыз тауып берулерін сұрайды. Сөйтіп ата-анасы басқа қыз тауып беріп, Сүлейманға екеуі үйленеді. Үйленгеннен кейін келіншегіне барлығын түсіндіріп, осы Айланы іздестіре бастайды, хат жаза бастайды. Бірақ Айланы оңтүстік Кореяда атын өзгертеді, сондықтан оны таба алмайды. Сөйтіп жүргеннен кейін 60 жыл өмір сүреді. 60 жыл өтіп кетеді. 60 жылдан кейін Сүлейман үлкен ата болады. Одан кейін осы оңтүстік Корея мемлекетінің тілшілері келіп, осы соғысқан азаматтарды, осы Түркия елінің соғысқа барған, армияға барған жас үлкен кісілерді сұхбаттасуға келеді. Және осы Сүлейманға келіп сұхбат алады Сүлейманнан. Сүлейманның достары енді 60 жылдан кейін үлкен ата болды. Осылардың барлығы өздерінің соғыс кезіндегі әңгімелерін баяндай бастайды. Ал осы Сүлейман өзінің Айла атты қызын іздеуін және осы қызды тауып беруін осы тілшілерден өтінеді. Тілшілер де бұған бұл әңгімеге қатты назар аударып, сол оңтүстік Кореяға барып, осы Айла атты оқушыны, енді бұл қазір Айла да үлкен қыз болды ғой, 40-тағы ма қыз болған шығар, қазір білмеймін ғой, Айланы
сол мектептегі кішкентай кезіндегі достарынан анықтап біліп осы Айланы тауып береді. Енді осы Сүлейманды осы оңтүстік Кореяға саябақта осы Айла екеуін кездестірулерін ұйымдастырады. Дәл осы сәтте Сүлейман орындыққа отырып саябақта күтіп отырады. Оң жаққа қарағанда Айла үлкен қызы болып өскен, жүрісінен ақ танып, бір-біріне жүгіріп құшақтай бастайды. Енді бұл оқиға кәдімгі шынайы өмірде болған. Дәл осылай осы оқиға аяқталады. Және Сүлейманның да шын өмірде бір қызы бар. Ол қызына да қызы айтады, бұл Айлаға барам дегенде, бір кездесемін дегенде, маған келісім бермеген, бірақ әкесі сонда да барып қайтамын деп шешім қабылдап, осы Айлаға келген. Осы Айлаға кездесу барысында фотосуреттерін, осы кішкентай кезіндегі, солдат кезіндегі суреттерді көрсеткенде, Айла да бірден танып, тіпті жылай бастаған. Енді бұл киноны бір көріп қою мүмкін емес, тағы да көріңіздер, толық нұсқасын көріп бағасын беріңіздер.